Елімізде COVID-19-ға қарсы жаппай вакцинация 2021 жылдың 1 ақпанында басталды. Қарағанды облысында 15 ақпандағы жағдай бойынша халықтың 64,8% иммундаудың толық курсынан өтті. Ал ұжымдық иммунитетке қол жеткізу үшін өңір тұрғындарының кемінде 80% вакцинациялану керек. Сонымен аймақта қандай вакциналар қолданылатынына шолу жасайық. Казвак вакцинасы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институты әзірлеген COVID-19-ға қарсы белсенділігі жойылған вакцина. Әзірлеушілер Казвак вакцинасының тиімділігін 96%-дан жоғары бағалады. Дәрігерлер отандық вакцинаны алғаннан кейін инфекцияны қайта жұқтыру жағдайлары аз екенін айтады. Спутник V вакцинасы. Гамалея эпидемиология және микробиология орталығы жасаған Спутник V тамыз айында денсаулық сақтау министрлігінің мемлекеттік тіркеуін алды. Әзірлеушілер Спутник V тиімділігін 95%-дан жоғары бағалады. Оның жеңіл Спутник Light нұсқасы ревакцинация үшін өте жақсы. Pfizer вакцинасы. BioNTech неміс компаниясы вакцинаны американдық Pfizerмен бірге жасады. Клиникалық сынақтардың 3-ші фазасында препарат 95% тиімділікті көрсетті. Қазақстанда ол жүкті әйелдерге, бала емізетін аналарға, жасөспірімдер мен 60 жастан асқан адамдарға қолжетімді. Veracell вакцинасы. Қытайдың белсенді емес вакцинасын Sinopharm компаниясы жасады. Ол 2 апта аралықпен 2 дозамен енгізіледі. 30 желтоқсанда Sinopharm тестілеудің 3-ші кезеңінде препарат 79% тиімділікті көрсеткенін мәлімдеді. Сіздер үшін қолданыстағы препараттар жайында қысқаша ақпарат бердік. Ендігі кезекте өз таңдауларыңызды жасап, вакцина алып, қалыпты өмірге оралу үшін атсалысыңыздар.